келүүңүзгө не түрткү болду? Ең басында мен қол жекпе-жегі дейді ғой, рукопашный осыдан бастаған болатынмын. Кейіннен кикбокс бойынша, жекпе-жек спорты бойынша ушу самбомен айналыстық. Бұл спорт түрі өз Қазақстанда ашылғанына бір 2 жылдан асып барады. Сол ашылғаннан бастап біз осы спорт түрімен айналысудамыз. Отбасыңыз қалай қарады? Ата-ана деген Отбасым қарсы болды, басында қарсы болды, енді кез келген ата-ана енді қарсы болатыны белгілі. Содан үйренді ғой. Қуанып нетіп отырады. Үйде ауылдың жерінде шығып, ел алдында танылып жатқаннан кейін, көріп жатқаннан кейін, ат ережесі болған ережесі бар екенін біліп жатқаннан кейін, түсіністікпен қарап, бәрі етеді. Енді Бауыржан да өзіміздің бір Қарқаралының жігіті, жас кезден өзіміз дайындалады, өзіміздің баптап, біз тек қана ұрып соғуға емес, баланың бір рухани елімізге деген бір патриоттық сезімді болсын деп балаларды дайындаймыз. Нұреке жалпы енді шәкіртсіз ұстаз қыл, шәкіртсіз адам ол жапырақсыз ағаш сияқты деп жатамыз. Бауыржан тапасқа өзіңнің үмітіңді ақтап жетіп, басқа қандай шәкірттер бар? Жалпы енді осы Бауыржаннан кейін Бажиев Алтынбек деген бар. Бажиев Алтынбек те осы ереже жекпе-жектен де былтыр чемпион болды. Кунг-фу файт версиясында чемпион болды. Қытайға барып та орын алып келді. Одан кейін Төлебаев Құдайберген деген жігіт бар. Енді біз өзі жалпы өзінде қазақтың ірі жігіттерін дайындап, соларды көрсеткен батырлары ірі болған, ұсақ емес барлығы деген оймен бізде өңкей 84-90-нан жоғары Бекімбаев Нұрболат, Шаймерден Нұржан деген 10 шақты мықты жігіт бар. Дәл қазіргі уақытта 10 шақты жігіт бар. Қарағандыдағы спорт, осы спорттың дамуы осы жігіттермен өлшенеді дейсіз ғой? Иә, дап осы жігіттермен өлшенеді. Енді бұл жігіттердің үшеуін ар жаққа жібердік. Үшеуін жекпе-жек, Сабыржан ағамыз жекпе-жек деп ашты версия. Бұл да сол ережесі жекпе-жек қой. Өз алдына ашты ол кісі. Одан да осы биыл жазда Астанада өткенде Бауыржанды шақырып, олар кәсіпқой жағынан шақырып, бір россиянмен, бір қырғызбен шықты. Екеуін де жеңіп, басын түсіп, чемпион болып келді. Қанша жастан бастап балалар дайындалады сіздерде? Бізде жас кезінде 10 жастан бастап дайындалады. Біз оны шыққанда тек 10 жасқа келген баланы төрт-бес ұрыс қоямыз өзіне. Келеді бала, жас кезінен оған күреске үйретеміз. Одан кейін біраз өскеннен кейін акробатический жұмыстармен айналысамыз. Бала өсе келе 15-16 жаста жігіт болып болған кезде кішкене ұру теуіп үйрете бастаймыз. Бауыржан жалпы осы спорттың түрінен жаңа айттық, әртүрлі жағдайлар болып жатады, түрлі жағдайларға душар болып жатасыздар. Бір жаныңыз жасып, қатты жарақат алып қалып, болды мен осы спорттың түрін қойдым деген кездеріңіз болды ма? Жарақат алған кездер болды, спорт болғандықтан тамадылық керек, тастап кетуге болмайды. Бірінші соққыдан ол бетім қайтып қалса, ол спорттан жетістікке жете алмайсыз. Үлкен жетістіктерді бағындыра алмайсыз. Сондықтан да табандылық, еңбек, маңдай тер, қажыр қайрат керек дейсіз ғой. Өзіңізден үйретіңіз. Осы енді жалпы осы бұл енді барлығы елдің екінің бірі айналыса бермейді ғой. Екінің бірі де етпейді. Сондықтан 10 жігіт табан тіреп осымен айналысып жатса, ел қорғап, елдің туын жіберіп жатса, ол деген артықшылық болса кемшілік емес деп ойлаймын. Егер өзінде шыққаннан кейін басқа мемлекеттердің жігіттер шақырғанда ойлайсың да, менің қай жерім кем? Менің қай жерім кем? Біздің қазақ жігіттер ондай азайды деп, сол жігіттермен туын жіберіп жүрген жайымыз бар. Осы ереже жекпе-жектің Қазақстандағы негізін қалаған спортшылар кімдер? Негізі жалпы өте көп версиялар бар. Федор Емельяненко осы өткізіп жатыр. Сабыржан деген ағамыз жекпе-жекті өткізді. Алматыдан Ардақ Назаров ауызға жей келген. Әлем Файтерс деген клуб ашты өз алдына. Сол үшін жатыр. Бір негізін қалаған адамдар жоқ. Әркім өзіне ұнаған жайын алып жатқан бар. Жаңа алда үлкен жоспарлар бар деп айттыңыздар. Астана қаласында осындай клуб ашсақ, қазақтың жас жеткіншек ұрпағын осы ереже жекпе-жекке үйретіп, үлкен биік шыңдарды бағындырсақ дедіңіздер. Сол күнді Алла нәсіп етсін.
биік жеңістің үлкен ұлы шыңдарынан көріне беріңіздер. Қадірлі телекөрермендер,